Student, how are you today? Open your book, page 107. Language focus. Let's start. Exercise number 1. Complete the sentence with the words in the box. Сәлем құрметті оқушы, 107 беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма бізде мына жерде тұрған, төрт бұрыштың ішінде тұрған сөздерді қоямыз, иә. Біріншісі. Did Susan play tennis yesterday? Бұл дегеніміз didn't дегеніміз өткен шақ жайлы берілген. Мұнда өткен шақтағы сұраулы және болымсыз сөйлемдер жайлы айтылады. Енді аударатын болсам, осыған Сьюзан кеше теннис ойнады ма дейді. Сонда did деген көмекші етістік алдыға шығады. Ал негізгі етістік play сол қалпында бірінші формада болады. Екінші, did you go snowboarding last winter? Қыста сен сноубордқа бардың ба дейді. Yes, I did. Я бардым, жауап берген кезде. Did Tom go with you on holiday? Том сенімен бірге демалысқа барды ма? No, he didn't. Жоқ, ол барған жоқ. Did they have a good time? Олар жақсы демалды ма? No, they didn't. Жоқ, олар жақсы демалған жоқ. Екінші тапсырма, write the questions. Сұрақ жазамыз енді. Сұрақ қойған кезде жәнегі WH сөздері алдыда болады. Екінші did көмекші етістігі тұрады. Where did you go? Сен қайда бардың? I went to the shopping center. Мен сауда орталығына бардым. Who did you go with? Сен кіммен бардың? I went with Jamie. Мен Jamieмен бардым. What did you buy? Сен не сатып алдың онда? I bought a hoodie. Мен онда свитер, кофта бар ғой, капюшонымен сондай сатып алдым. Buy деген етістіктің өткен шағы bought болады. How much did it cost? Ол қанша тұрды? It cost 9.99 фунт, е. Ол осынша бағада тұрады, е. 9,99 фунтта тұрады. Үшінші тапсырмада бізде going to мен жасалынады. Ол не білдіреді? Өткен сабақта өткенбіз going to деген болашаққа жоспар құру. Мен солай істемекшімін, мен сөйтпекшімін деген мағына береді. Сонда жерде Оуэн мен Алекстің conversation'ы, екеуінің беседасы. Енді бұнда барлығына going to-ді қойып шығамыз. What are you going to do when you leave school? Сен мектепті аяқтаған кезде не істемекшісің дейді. Жоспар туралы айтып жатыр. I am going to go to university, but first I am going to take a year out and travel around Europe. Мен университетке бармақшымын дейді. Бірақ та ең бірінші мен бір жыл өзіме демалысқа арнаймын дейді. Мен Европаға барып саяхаттаймын дейді. Cool, керемет. I am going to try and get a job. Мен жұмыс іздеп көремін дейді. I am not going to go to university. Мен университетке бармаймын. Who are you going to go traveling with? Сен кіммен саяхаттамақшысың? My cousin, өзімнің бөліммен. We are going to start in the north, in Scandinavia, and finish the south in Spain, and go to all over the countries in between. Мен бірінші оңтүстіктен бастамақшымын, Скандинавиядан, және де солтүстік Испаниядан аяқтаймын. Және де солының екеуінің ортасындағы барлық елге барып шығамыз дейді. Wow, that's a lot of countries. Көптеген елдер бар ғой дейді. What about you? Ал сен ше? Are you going to travel in the future? Сен болашақта саяхаттайсың ба дейді. Maybe. Мүмкін. Your trip sounds great. Сенің саяхатың керемет естіледі дейді. Төртінші тапсырмада бұл жерде сәйкестендіреміз. Don't forget your umbrella. Өзінің зонтик қол шатырында ұмытпа дейді. I think it will be rain later today. Менің ойымша біраздан кейін жаңбыр жауады. Sonia studies very hard. Соня өте
сабақты жақсы оқиды, өте қатты жақсы оқиды. Everyone says she will pass her exams easily. Барлығы айтады дейді. Ол экзаменді өте оңай тапсырады деп. You didn't do your homework. Сен өзің үй жұмысыңды жасамадың. Your teacher will not be happy about that. Сенің мұғалімің бұған қуанбайды дейді. Let's take the children to Disneyland. Disneyland. They will love it. I made a cake for you. Мен саған торт жасап қойдым. I hope you will like it. Менің ойымша, ол саған ұнайды. Let's take the children to Disneyland. Жүр балаларды Диснейландқа апарайық. They will love it. Оларға ұнайтын болады дейді. Ұнатады олар. Келесі Де Антонио дейді. 5-ші тапсырмада біздің жерге етістіктер берілген. Көптеген етістіктер, модальдық етістіктерді берген, көмекші етістіктер, негізгі етістіктер, және going to болашаққа жоспар бар, көп өткен шақ бар, келер шақ бар, өте көп етістіктердің түрлері беріліп тұр. Негізгі етістіктер де бар. Соған байланысты жерде қою керекпіз. Оның барлығын мен қойып шықтым. 5-ші тапсырмада. Енді мынаны аударып беретін болсам, Dear Antonio, құрметті, қымбатты Антония. Here is a photo of my hometown. Мына жерде менің қаламның фотосы. It's a very nice place. Ол өте тамаша. Nice place, өте тамаша жер. 50 years ago it was very small. 500 жыл бұрын бұл жер өте кішкентай болған. Today there are over 1,100 people. Ал қазір бұнда 100 мыңнан астам адам бар. Мына жерде үшінші. You can travel around town by bus or by tram. But there isn't an underground. They are going to build one in a few years. Сен бүкіл қаланы автобуспен немесе трамваймен саяхаттай аласың, көре аласың. Бірақ та бұл жерде метро жоқ, жер асты жол жоқ. Олар біраз жылдардан кейін салынбақшы дейді. Last year we had a big football tournament here. Былтыр дейді бізде үлкен футбольный тур өткен, футбольный матч өткен, турнамент. My team 6-шы played in the final match. Менің командам соңғы матчта ойнады. But we didn't win. Бірақ та менің командам жеңбеді. Next year the town 8-ші is going to have a festival of culture. Келесі жылы біздің қалада мәдени фестиваль болмақшы дейді. They are building a lot of new hotels дейді. Онда көптеген отельдер салынбақшы дейді. And because visitors from a lot of countries will visit us, but is going to visit us. Себебі көптеген адамдар біздің елге келмекші дейді. You must come and visit me one day. Сен келу керексің дейді. Біздің үйге келу керексің дейді. You can stay with me and my family. Сен менімен және менің отбасыммен қалуына болады дейді. Қыдырып келген кезде менің үйімде бола тұрсан болады дейді. Best wishes жиына. Сондай жақсы ізгі тілекпен жиына дейді. Осымен 5-ші тапсырма аяқталды. 6-шы тапсырмаға келетін болсақ, бұны тағы да conversation, диалог орнына қоямыз. That's a good idea дегеніміз бұл өте жақсы идея. Let's дегеніміз давай деген сөз. I'd prefer мен қалаймын. Really деген шынымен де. What about бұлай ше деген сөз. Cool керемет. What happened не болды. Енді бұл жерде өткен сабақта бұл туралы болған holiday жайлы. Сондағы диалог. Let's go kayaking this weekend. Осы демалыста каякинг жүзуме барсақ қалай болады дейді. I'd prefer not to go kayaking.
Мен каякингке барғым келмейді. Неге барғың келмейді? Мен оған өткен жылы былтыр барғанмын дейді. Шынымен ба? Really? Yes, really. Я шынымен бардым дейді. Cool, тамаша. It wasn't дейді. Жоқ, жақсы болған жоқ. I didn't enjoy it at all. Мен оған сондай қатты жақсы болған жоқ мен үшін дейді. Сосын мына жерде what about what happened дейді. Онда не болды дейді. I spent a lot of time in water. Мен көптеген уақытымды суда өткіздім. And not much time in the kayak. Мен қайықты жүзген жоқпын дейді. Oh, okay дейді. Жарайды дейді. What about going to the cinema instead? Ал оның орнына киноға барсақшы дейді. That's a good idea. Жақсы идея ғой бұл. Shall we go tomorrow afternoon? Ендеше ертең түстен кейін барайық дейді. Yes, okay. Я барсақ барайық дейді. Осымен сабақ аяқталды. Арт жақтағы шумнан кешірім сұраймын. Жағдай осылай болып жатыр. Бұдан басқа амал қалмады менде. Кешірім сұраймын тағы да.